Хайуанаттар бағындағы қызықты бір күн. Бастауыш сынып оқушыларын хайуанаттар бағына апаратын күн келгенде, сынып іші нағыз мерекеге айналады. Балалар сөмкелерін емес, ерекше қуаныштарын арқалап шыққандай, жүздері бал-бұл жанып, көздері жалт-жұлт етеді. Апай, арыстанды тірідей көреміз бе, деді Біржан көзі жайнап. Көреміз, бірақ ол сені көрмей тұрғандай болады, деді апай күліп. Автобуста тыныштық сақтау қиынға соқты. Бірі маймылша қимылдайды, бірі терезеден өткен көліктерді жираф, бегемот деп атап мәз. Қақпадан кіргенде ғана бәрі тына қалды. Іштен әртүрлі аңдардың дыбыстары естіледі. Мынау теледидардың іші сияқты, деді Айару таңырқап. Алдымен маймылдарға барды. Бір маймыл темір торға жабысып, балаларға қадала қарап тұр. Ол бізге күліп тұр, деді Нұрәли. Жоқ, сенің бананыңды көріп тұр, деді Әли. Маймыл кенет секіріп, артымен отырып қалды. Балалар ду күлді. Керіктің қасына келгенде, бәрі жоғары қараудан шаршады. Апай, оның мойны таңертеңде осындай ма? Иә. Түнде ше? Түнде де. Ол жатып ұйықтай алмайтын шығар, деді бір бала шынаяп. Пілдің қасында бәрі бірден тынышталып қалды. Піл баяу қозғалып, құлағын желпиді. Ол бізді санап тұр, деді Тимур сыбырлап. Немен? Құлағымен. Арыстан есінеп, керіліп жатты. Балалар бір мезет үнсіз қалды. Ол ашулы ма? Жоқ, ол жай ғана ой үстінде, деді апай. Қайтар жолда бәрі көргендерін жарыс айтып келеді. Маймыл маған қол бұлғады, керік маған жоғардан қарады. Піл мені байқамай қалды. Апай жымиып, бүгін сендер хайуанаттарды көрдіңдер. Олар да сендерді көрді ғой, деді. Балалар үшін бұл күн тек қызық қана емес, оқулықтағы суреттерден де керемет, есте қалатын ерекше сабақ болды. Олар әр жануардың қылығын, қимылын көріп, көңілдерін қуаныш кернеп келе жатты.